Тып тыныш жатқан адам едім. Мен өзім Каспиймен и потом OLX-пен товар сататын адам. Мен Каспийімде депозитте 3 миллион 4 миллионның ортасында ақша жатқан болатын. Дәл қазір маған осы товарды сатып алам дейді да, бір ссылка жібереді. Курьер барады дейді маған. И сол ссылканың барлығын мен толтырам, картамды барлығын жазып, сөйтіп отырым. И түсініксіз жағдайлар болып кетті. Мен аламда ChatGPT-ден сұраймын. ChatGPT осындай болып жатыр деп жазып едім. Сразу айтты, мошенниктер, мына мошенниктің жұмысы ана мынау деген сияқты. И сразу Каспийге звондап, мен счетымның барлығын бұғаттап тастадым. Дәл қазір апортқа барып, қайтадан басқа картаға ауыстырайын деп отыр. Мен Құдай сақтасын, счетымда ақшам барлығы тұр деп ойлаймын. Сол үшін достар, қазір қаншама адамдар жылап қалып жатыр мошенниктердің кесірінен. Байқап жүріңіздер, әр нәрсені кіріп толтыра бермеңіздер, код сұраса айта бермеңіздер. Қазір енді алдағы уақытта мен жағдайым не болады, барлығын қазір айтамын. Дәл қазір осында келіп, счетымды қайттан восстановить етіп шығарып жатырмын. Барлығы дұрыс реттедік. Картамды алдым. Шүкір. Новый счет аштым. Сіздерге айтарым, достар, байқап жүріңіздер, ештеңе толтырмаңыздар, ешкімге сенбеңіздер. Желательно ақшаларыңызды наличка ұстап, немесе өздеріңізге бір инвестиция алып, не мүлік арқылы, не болмаса бір жұмсайтын жерге, өздеріңізге бір болашақта да керек нәрсеге жұмсап тастаған дұрыс. Депозит болсын, ештеңе сенбеңіздер, достар. Ақшаларыңызға мұқият болыңыздар. Білем, ақша негізі ең басты нәрсе емес бұл өмірде. Ертеңнен бері қарай тренировкамды істеп, завтрагымды дайындап, душқа түсіп, реттеліп шыққанша осынша уақыт болды. Қазір шаш алуға келдім. Шаш алып, кішкене красавчик болып жүрейін. Ертең аяқ астынан бір жаққа кетіп қалып жатсам, ят болады деп шаш алуға келдім. Және де бүгін маған бір екі қонақтар келеді, үлкен кісілер. Ол енді орындар бар, бір Қазақстанға бір еңбек сіңіп жүрген кісілер деп айтсам болады. Біраздан стористе көрсетемін кімдер екен. Бұйыртса қарап отырыңыздар. Өте қызық ойнап тұр бүгін. Сол шаш алуға келдім. Шаш алып шыққаннан кейін шашымды көрсетемін. Пока, осы.